Мына өмірде адамдарда екі ғана выбор болады. Менің өзім түсінігім бойынша айтайын, иә. Екі выбор. Бірінші выбор ол сен шынайы өзіңді таңдайсың. Екіншісі ол эгоның таңдауы. Бірақ шыны керек, біз туылғанымыздан бастап бізге шынайы өзіңді таңдау, өзіңді тану туралы информациялар берілмеген. Оны ешкімді кінәлап, біреуді жазғырудың да қажеті жоқ. Себебі бізге дейінгі ата-анамызда, бабаларымызда білмеген. Бірақ осы қазір алтын дәуір келіп тұр. Бұл алтын дәуір тек адамзат өзін тану, өзінің кім екенін тану дәуірі. Из-за этого қазір біздің поколениеде осындай үлкен бір осы уақытқа дейін біліп көрмеген бір қақпа ашылды. Бұл қақпада біраз адам сүрініп жатыр, біраз адам құлап жатыр, біраз адам жылап жатыр, иә. Бірақ бұның бәрінің артында бір ғана нәрсе тұр. Ол өзіңді таны деп тұр. Өзіңді таңда деген ғана белгі. Бұл алтын ключ, үлкен ключ тек өзің тану ғана. Бұрынғыдай эгоның айтқанымен жүріп кету, эгоныңмен бүйтіп кету, бұл алтын дәуірде мүлдем өтпейді. Алтын дәуір 2020-дан бері қарай кірді. Коронавирус сол жер менен тылсым әлемнің ортасындағы бір пердені жұлып алып кеткен энергия болды. Коронавирус ол ауру деп айтайды ғой, бірақ ол ауру емес. Бұл үлкен ғаламат күш энергия. Адамзаттың құдіреті жетпейтін энергия болды ол. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, өзіңді таңдайсың тек қана. Бұл жаңа айтып отқан нәрсем сол. Өзіңді таңдау үшін енді ол қалай? Мен итакты осы уақытқа дейін өзімді таңдап келдім ғой, өзімнің жан қалауымен жүріп келдім ғой деп айтатын мысалда. Бірақ мен өзіңе бір сұрақты қойшы деп айтқым келеді осы жерде. Сен реально өзіңнің таңдауымен жүріп келдің ба? Саған қазір астыңдағы машина ол сенің реально сенің қалауың ба? Сен тұрып жатқан үй ол сенің реально қалауыңдағы үй ма? Или жоқ, пәленшевтің астында мынандай машина бар екен, мен де тура сондай машина аламын, либо мен содан асырып аламын деген. Мына жерде бір көрінбейтін бір недегі ма? Көрінбейтін бір андай жасырын выгода ма? Сол нәрсені анықтап алу керек. Баршаңызға сәттілік, тек сәттілік тілеймін. Просто дәл қазір осы инсайт маған келіп тұрды. Мен видеоға жазып, түсіріп алып, осы ютубқа салуды дұрыс көрдім. Енді ойымды 100% тиянақта жеткізбесем де,